Саламатсыздар балалар, номер 810 есепті шығарайық. Теңдеулерді шешіңіз дейді. Бізде балалар қараңыздар. Бөлшек түрінде теңдеулер берілген. Бөлшектің бөлімі барлығы сан болғандықтан бөлшекті ортақ бөлімге келтіреміз. Қараңыздар, 15, 5, 3, 15, 3, 5-ке ортақ бөлім бізде 15, яғни 15 ортақ бөлім 15-тен берген кезде 1-ден келеді. Өзін жазып қоямыз. 4 минус 7 x плюс келесі 15-тен берген кезде 15-тің ішінде 3 5 рет бар, яғни 5 1 минус x-тің көбейтіндісі тең. Одан кейін 15 на 4-тің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. 15-тің ішінде 1 15 рет бар, яғни 15 көбейтілген 4 болады. Және минус 15. 15-тің бөлім ішінде 5 3 рет бар, яғни 3 2x плюс 1-дің көбейтіндісі. Енді балалар қараңыздар, бөлімдері бірдей болса, егер тек ол айнымалы емес сан ғана болған кезде бөлімдерін тастап кетуге болады. Ал егер айнымалы болса, ол кезде кішкене өзгерістер болады. Қараңыздар, 15-ті тастап кетеміз. Сонда не қалады? 4 минус 7x плюс 5 1 минус x. Мына екінші бөлшек тең 15 көбейтілген 4 минус 3 көбейтілген 2x плюс 1. Енді жақшаны ашамыз. 4 минус 7x жазып қоямыз. Плюс 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 5-ті x-ке көбейтсек плюс пен минус береді. 5-ті x көбейткен кезде 5x-ті береді. Тең 15-ті арасын көбейту бар. 15-ті 4-ке көбейтетін болсақ 60 минус 3-ті 2x-ке көбейтетін болсақ 6x, минус пен минусты береді. 3-ті 1-ге көбейтсек 3-ті береді. Енді қараңыздар, айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоғын бір жағына шығарамыз. Шығарайық. Минус 7x, минус 5x, міне айнымалысы барлар міне, және минус 6x теңдіктің сол жағына шыққан кезде плюс 6x болып келеді. Тең 60 минус 3, одан кейін 4 пен 5-тің қосындысы 9, ол теңдіктің оң жағына минус 9 болып келеді. Енді ықшамдаймыз. Минус 7, минус 5, минус 12, оған плюс 6 оған кезде минус 6x береді. Тең 60-тан 3 аламыз, 57, 57-тен 9 аламыз, 48. X тең 48 бөлінген минус 6. X тең минус 8. Түсіндік па қалай шығартқан балалар? Балалар, екіншісін шығарайық. Екіншісінде ортақ бөлімге 6-ны аламыз, 6, 3, 2-ге ортақ бөлім 6. 6 ортақ бөлім болған кезде 6-ның ішінде 1 рет бар, яғни 10 минус y-тің өзі жазылып тұрады. Плюс екінші бөлшектің ортақ бөлім 6, 6-ның ішінде 3 2 рет бар, яғни 2-ден береміз. 2, 3y плюс 8 болады. Келесі тең 6-ны жазамыз, ортақ бөлім 6-ның ішінде 2 3 рет бар, яғни 3y плюс 6. Бөлімдерін тасап кетеміз, бөлімдер бірдей болғандықтан тасап кетеміз. Не қалады бізде? Біріншісінің алымы 10 минус y плюс таңба 2 3y плюс 8 тең, екінші теңдіктің оң жағында 3y плюс 6. Енді жақшаны ашамыз. 10 минус y-ті қалдырамыз, плюс 2 мен 3y-ті көбейтеміз, 6y плюс плюсті береді, 2 мен 8-ті көбейтеміз, 16 тең. 3 пен y-ті көбейтеміз, 3y плюс 3 пен 6-ны көбейтеміз, 18. Енді қараңыздар балалар. Айнымалысы барларын бір жағына, айнымалысы жоғын бір жағына шығарамыз. Ол үшін бірінші ықшамдап алайық. Минус y плюс 6y минус пен плюс екеуі болғандықтан үлкеннен кішісін айтамыз. Бұл дегеніміз 5y, 10-ға 16-ны қоссақ плюс 26-ны береді. Тең 3y плюс 18. Енді қараңыздар, 5y минус 3y болады, 18 минус 26 болады. 5-ертен 3y алсақ 2y болады, 18-де минус 26 алсақ, үлкеннен кішісін айтамыз, 26-дан 18 алсақ 8, және үлкеннің таңбасы минус 8. Бұдан шығады y тең, минус 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, минус 4-ті береді. Түсіндік па балалар? Ары қарай. Үшіншісі. Ортақ бөлім бізде 5, 4, 2-ге ортақ бөлім 20. Ал келтірек. 20-ның ішінде 5, 4 рет бар. 4-тен береміз, яғни 4, 3x плюс 5, плюс келесі бөлшек бөлімі 20, 20-ның ішінде 4, 5 рет бар. Бұл дегеніміз 5, 9x минус 5, тең
Келесі 20, алтын бөлімінде 1 бар деп есептейміз, сонда 20-дан береміз. 20 көбейтілген 6 плюс келесі бөлсек 20, 20-ның ішінде 2, 10 рет бар. Яғни 10 көбейтілген 3х плюс 1. Түсіндік па? Енді бөлімін тастап кетеміз. Алымын жазып аламыз. 4, 3х плюс 5 плюс 5, міне келесі бөлшек 9х минус 5 тең 26-ға көбейтіп жіберейік бірден 120 плюс 10 3х плюс 1. Жақшаны ашамыз. 4-ті 3х көбейтсек 12х плюс 4-ке 5 көбейтсек 20 плюс 5-ті 9х көбейтсек 45х минус плюс пен минус береді. 5-ті 5-ке көбейтсек 25 тең 120 плюс 10-ды 3х көбейтсек 30х плюс 10-ды 1-ге көбейтсек 10. Енді айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоғын бір жағына шығарайық. 12х пен 45х бізде екеуінің қосындысы 57х береді, және бізде 30х келеді, минус 30х болып келеді. Келісесіздер ме? Енді қараңыздар, 120 мен 10-ның қосындысы 130 болады. Және 20-нан 25 азайтсақ минус 5, ол оң жаққа шыққан кезде плюс 5 болады. Енді қараңыздар, 57-ден 30х азайтсақ 27х тең 130-ға 5-ті қоссақ 135. Х табу үшін 135-ті бөлеміз 27-ге. Бұдан шығады х тең 5. Түсіндік па балалар? Ары қарай 4-шісін шығарайық. Балалар, 4-шісінде қараңыздар. Ортақ бөлім 8, 4, 2-ге ортақ бөлім 8 болады. 8-ден берген кезде 1-ден келеді. Ал одан кейін 8-ден берсек ортақ бөлім 2-ден келеді. Ал 8-ден берсек 2 ішінде 4-ден келеді. Енді балалар бөлімін жазбай, бірден жазып көрейік. Қараңыздар, бірінші бөлімін тастап кетеміз. Алымын қараймыз. 5 минус 9х болады. Минус таңбаны қалдырамыз. 2-ні көбейтеміз. 2 көбейтілген 3 плюс 5х-ке тең 4-ті көбейтеміз 5 минус 3х-ке. Келісесіздер ме? Түсіндіңіздер ғой, балалар? Уже біз ары қарай оңайырақ болады. Өйткені бірінші, екінші, үшіншісінде бөлшектің бөлімін көрсетіп жазғанбыз. Ары қарай шығарайық. 5 минус 9х-ті жазып қоямыз. Минус 2 мен 3-ті көбейтсек минус 6 болады. Минус пен плюсті көбейтсек минус, 2 мен 5х-ті көбейтсек 10х болады. Тең 4-ті 5-ке көбейтсек 20 минус, алдында минус пен минус болады. 4-ті 3х көбейтсек 12х. Енді қараңыздар, айнымалысы бар бір жағына, айнымалысы бар бір жағына шығарайық. Минус 9х пен минус 10х минус 19х береді. Және минус 12х плюс 12х болып келеді. Түсініп жатырмыз ба? Ары қарай теңдіктің оң жағына 20-ны жазып қоямыз. Келесі 5 пен минус 6 минус 1 оң жағына плюс 1 болып келеді. Минус 19х плюс 12х үлкеннен кішісін айтамыз. Бір минус плюс болғандықтан үлкеннен кішісін айтамыз. 19х-тен 12х алсақ 7х болады. Үлкеннің таңбасы минусты қоямыз. Тең 20-ға 1 қоссақ 21. Х табу үшін 21-ді бөлеміз минус 7-ге. Х тең плюс пен минусты бөлген кезде минус таңбасы, 21-ді 7-ге бөлсек 3 шығады. Жауабы х тең минус 3 болады. Осымен номер 810 есеп шықты балалар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қойып, арнаға жазылып отырыңыздар.